Сәлемдесу. Ортада былтырғы жылы премьер-лига сайыстарының жүлдегерлері Айса Алматы. Біздің елдің жігіттердің төресі, солар жайлы ағайын жұрт не білерсің сен осы? Бірден білесің ба? Жоқ. Не қарап тұрсың да маған бірден білетін құсап. Біз қазақ қайраттанса қасқырды құйрықтан алып қазық қып қаққан елміз. Айбаттанса арыстанды алғымнан алып астымызға алашағы басқан елміз. Біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Еліміздің құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, анада үшкір сымдар бар ғой, сонда мен қоршап тастаған елміз. Одан кейін кіріп көр. Қатырдың басы еке? Дайындалып келдік қой. Красава. Красаваң ғой сен. Тілің тазала сен, тілің шала сен. Сенде тіл бар ма өзі? Осы үндемейді осы ше. Кән аузыңды аш. Пайдаланса анан. Әл жап жаңа ғой. Жат, семіріп кеткен тіл ғой. Тіл жоқ сенде. Сен тілің ашшы. Менші. Тұшшы. Мұнаушы. Құшшы. Менші. Қопшы. Сізші. Басшы. Әңгімең бар ма? Тірлікке барған кезде өмір, мен сөйлеймін. Бәрің тұрасыңдар үндемей. Анжақтың бәрі сөйлейді. 30 кезде 30 да сөйлейді. Үлгер алмайым жауап бер. Бірдеңе тарс. Білмей қалған жерін уақыт ұстамай қойын деп келесі деп кетіп жатырмын. Бір 150 сұрақ кезде соны 110-111 бал жинап жүрмін. Орыс тілін қоспағанда, үндемей тұрмаш үшін, тілді жаттықтырып, мақал мәтел, жаңылтпас жаттау керек. Сен мақалшы боласың. Сен жаңылтпасшы, сен әнші боласың. Менші. Құшшы боласың. Сенші. Басшы. Әңгімең бар ма? Бұрын біздің батыр бабаларымыз жаудың бетін бір-ақ сөзбен қайтырған. Одан кейін жау қайтып келмеген. Тағы сөз естіп қайтамыз ба деп. Біздің қанымызда бар ғой. Сондай бір сөзбен шешіп үйренейік. Тірлікте қандай сұрақтар болады мысалы? Кешегі ақшаны алып келдіңдер ба? Саған әңгіме керек пе? Жоқ. Сен ба қоңырау соққан? Мен емес. Кім? Құшшы. Сен кімсің? Басшы. Әңгімең бар ма? Біреу бар, аласың ба? Кек көрейік та? Көрме, бұған да дайын болдым мен. Ойламаңыздар, бастығы қатал, бір қабағы ашылмайды екен деп. Ашылады бұл қабақ, ашшы. Мына. Ашылады. Бұнан көп аша беруге болмайды. Тәртіп Сталиндікі болу керек мұна. Басшы балық басынан шірейді дейді. Сондықтан басынан шірімес үшін бірден тұздап холодильникке салып жүру керек. Тоңазытқышқа. Құрметті көрермендер, әңгімені сосын жалғастырамыз, көмектесіп жіберейін. Жүріңіз. Бәрін қақы барасыңдар? Көмектесейік дем? Бірақ сумкаға көтере алатын шығамыз. Көмектесейші? Барыңдар аяққа. Рекетир кинофильмінен үзінді. Бауырым, қалайсың? Кешегі жекпе-жегіңді көрдік. Жақсы төбелеседі екенсің. Бұлай қарап тұрсаң өзің мықты жігіт сияқтысың. Біздің жігіттерге қосылсаш, бір аптада ақшаң болады, үйің болады, көлігің болады. О, қосылғанда қалай болады екен ол? Қалай болғанда бұлай болады, бізге қосыласың, артынан 2 адам әкелесің. Олар тағы 2 адамнан келсе? Тоқташ. Кімсіңдер сендер? Күйнеттен ғой, брат, күйнеттен. Басы ауыр келін. Сәлем бердік ата. Абайла, ойбай. Мынау
жаман әйел ой бұзар, жаман жігіт бой бұзар дейді. Сондықтан бойды ортасынан бұзбай, аяғына дейін тұрып беріңдер. Сіздермен болған Алматы экономика статистика академиясы, АЭС Алматы. Қоштаспаймыз.